Сәлем достар, қалайсыңдар? Өте дәмді еттен жасалған пирогты жасайтын боламыз. Ең алдымен ұнды салып аламыз. Оған жұмсарып тұрған майды саламыз. Келесі кезекте жұмыртқаның сарысын саламыз. Содан соң тұзбен қопсытқышты саламыз. Су құйып, жақсылап тұрып араластырамыз. Жұмсақ қамырды илеп алған соң салафанға салып қоямыз. Қамыр тұныққанша начинкасын жасаймыз. Бірінші фарш салып алып, ұшықталған жуаны саламыз. Оған ұсақ туралған картопты саламыз. Содан соң қалауынша дәмдеуішті саламыз. Достар, енді қамырды екі бірдей емес бөліктерге бөлеміз. Үлкен бөлігін жайып аламыз. Достар, егер менің видеом ұнаса, лайк басып тіркелу кетуге ұмытпаңыздар. Қамырды жақсылап тұрып жайып болғасын, начинкасын саламыз. Енді тестаның екінші бөлігін үстіне жабамыз. Жан жағын осылай қолмен бекітеміз. Пирогтың үстіне жұмыртқаның сарысын жағамыз. Пеште 40-45 минутта пісіріп аламыз. Ас болсын, достар.